Сәлем, сіздің өміріңіздегі барлық қоршаған нәрсе сіздің өткен ойларыңыздан басталған. Ал сіздің қазіргі және болашағыңыздың бәрі дәл қазіргі ойларыңыздан басталады. Сіздің санаңыз бақ-бақша деп есептеңіз. Ол қуаныш пен келісімнің гүл бақшасы, махаббат пен алғыстың ең таза су лала гүлдері. Міне, әрбір жаңа ой сананың құнарлы топырағына балғын тұқым себеді. Сіз бақшаға қамқорлық жасағанда ол гүлдейді және сізді қуантады. Бірақ оған күтім жасалмаса, барлығын уайым мен белсіздік, қорқыныш пен реніш арамшөптері басып алады. Мұқият болыңыз. Сіздің санаңыздың бағында не өседі? Көбінесе бақшада жаңа және әдемі нәрсені өсіру үшін біз қазірден бастап босқа орын алып тұрған ескі жаман ойлардан құтылуымыз керек. Топырақты тазартқаннан кейін сіз оған қуаныш пен гүлдену дәнін себесіз. Күн оларға жарық пен жылу береді. Ал сіз суарып, қамқорлық пен сүйіспеншілікке бөлейсіз. Сондай-ақ, егер сіз онда жақсы ойларды енгізсеңіз, олар тамырын жайып, тек көңілге қонатын бау-бақшаға айналады. Сондықтан жақсылыққа сенуді, оны барлық жерден көруді, оған бет бұруды үйренейік. Өз жолыңызды сенімді түрде жалғастырыңыз. Қуаныш пен сүйіспеншіліктің, айқындықтың дәнін өсіріңіз. Алда сізді көптеген қызықты нәрселер күтіп тұр. Мен сізге жолда қалмауға көмектесемін. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі сабақта ішіміздегі дауыс туралы айтатын боламыз.